2004 жылдың 29 қазанында ақш-тың президенттік сайлауына 4 күн қалған кезде жаңалықтардан видео көрсетіледі. Видеода Усама бен Ладен есімді біреу ақш халқына үндеу жасайды. Ол 11 қыркүйектегі лаңкестікті ұйымдастырған өзі екенін айтып, Буштың билігінің бұл шабуылдарға реакциясын сынға алады. Жаңалықтар аналитиктері бұл видеоны президенттік сайлауға әсер ету үшін жазылған деп ойлады. Аль-Джазира телеканалында көрсетілген видеода Усама бен Ладен ақш тұрғындарына ескерту жасап, келесі ірі апаттан сақтану үшін мұсылман елдерінің қауіпсіздігіне нұқсан келтірмеуін талап етеді. Аль-Джазира телеканалы видеоның қайдан келгенін ашпаса да, ЦРУ кадрдағы адамның шын бен Ладен екенін растайды. Видеода 2004 жылғы президент кандидаты Джон Керридің есімі аталғаны бен Ладеннің әлі тірі екенін дәлелдейді. Демек, әлемдегі ең іздеудегі адамды ұстау мақсатындағы операция басталады. Усама бен Ладен Аль-Каиданы құрушы және оның бұрынғы лидері. Ол Ауғанстанда соғыс басталған кезде 11 қыркүйектегі лаңкестікке қатысты болғандықтан, ақш билігі мен оның сыбайластарына ұсталмау үшін тығылып қалды. 2001 жылдың соңында ақш-тың Ауғанстанға басып кіру операциясынан кейін Аль-Каида жауынгерлері елдің шығыс бөлігіне ығыстырылады. Сол кезде олар Тора-Бора үңгірлерінде бекініп алды. Ал америкалық барлау қызметтері бен Ладен олардың арасында болуы мүмкін деп күдіктенеді. Кейін ол Тора-Борадан да қашып кетеді. Бен Ладеннің мекен-жайының қайда екені, оның денсаулық жағдайы сол кездерде қызық болды. Басында бен Ладен өлтірілді, немесе Америка тастаған бомбадан ауыр жараланды деген сыбыстар тарайды. Барлау жұмыстары көп ұзамай бір орында тұрып қалды. Осы кезде ақш тығырыққа тіреледі. Дегенмен 3 жыл бұрын ақш лаңкесті ұстауға жақын қалған еді. 2001 жылы ақш-тың ұлтаралық коалициясы Аль-Каида лаңкес тобын жою үшін Ауғанстанға басып кірді. Талиптер бен Ладенді беруге бас артқан кезде конфликт қайнап жатты. Және сол кезде Ауғанстанда 130 мың НАТО әскері болатын. Талиптер үстемдігі 2001 жылы 9 қараша күні Мазари-Шарифтегі жеңілістен кейін бірден құлдырайды. Алдағы бірнеше аптада талиптердің тірек бекеттері бірінен соң бірі жойылды. Кейін Тора-Борада бен Ладеннің жабдықталған үңгірі белгілі болғаннан кейін ауғандық жасақ 2 апта бойы Аль-Каида мүшелерімен шайқасады. Бұл жүздеген адамның өліміне әкелді және бен Ладеннің сәтті қашып кетуіне. Сол кезде 16 желтоқсанда бен Ладеннің жылқымен Пәкістанға қашып кеткен туралы ақпарат тарайды. Ауған билігі оның 20 сыбайласын ұстап алуға бір күн қалғанда. Көп ұзамай 20 сыбайласының бірі бен Ладенге өзі жеткізеді. Мухаммед Кахтани 2001 жылы желтоқсанда Тора-Борада ұсталды, ал 2002 жылдың маусымында Гуантанамо шығанағында ұсталғандар лагеріне жіберіледі. Кахтани Аль-Каидамен ешқандай байланысы жоқ екенін айтып, Ауғанстанға сұңқар бақтауға деген қызығушылығы үшін келгенін мәлімдеді. Алайда тергеушілер оның саусақ іздерін тексерген кезде дерекқордан сәйкестік тапты. Олар 11 қыркүйек шабуылдарынан бірнеше апта бұрын оның ақш аумағына кіруге әрекет жасағанын анықтады. Қасында $2800 қолма-қол ақшасы болған және бір бағыттағы билетпен саяхаттаған Кахтаниге кеден қызметкері күмәндана қарады да оны елге кіргізуден бас тартты. Қызметкер оның ақшқа заңсыз қоныстануға тырысуы мүмкін деп қауіптенген. Тергеушілер сондай-ақ дәл сол күні Орландо әуежайынан Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Аль-Каидаға тиесілі телефон номеріне қоңырау шалынғанын білді. Бұл номер бақылауда болған, ал Кахтанидің сол уақытта әуежайда болуы тергеушілерді осы оқиғалар арасында қандай да бір байланысты анықтауға бар күшін салуға мәжбүр етті. ФБР агенттері әуежайдағы бейнебақылау жазбаларының сансыз сағаттарын қарап шығып, қосымша деректер іздеді және ақырында табысқа жетті. Олар сол кезде Мұхаммед атты жалға алған көлікті анықтай алды. Атта 11 қыркүйек шабуылдарының басты ұйымдастырушысы болған және дүниежүзілік сауда орталығының солтүстік мұнарасына соғылған American Airlines 11 рейсін басқарған. Тергеушілер аттаның әуежайда Кахтаниді қарсы алу үшін күтіп тұрған туралы қорытындыға келді. Көпшілік Кахтани United Airlines компаниясының 93-ші рейсін басып алушылардың бірі болуы тиіс деп есептейді. Бұл шабуылшылардың жоспарланған нысанасына жете алмаған жалғыз ұшақ болды. Ол жолаушылар ұшақты қайтадан өз бақылауына алуға тырысқан кезде Пенсильвания штатында апатқа ұшырап қалғандықтан мақсатына жете алмады. Осы мәліметтерден кейін Кахтани тергеуге алынды. Алдағы айлар мен жылдар ішінде ол Аль-Каиданың тұтқынға түскен бірнеше мүшелерінің бірі болып, тергеушілерге ұйымның ішкі құрылымы мен жұмыс істеу тәсілдерін жақсырақ түсінуге мүмкіндік берді. Топтың логистикасына жауаптылардың бірі Әбу Зубайда 2002 жылдың наурызында тұтқындалды. Ол ЦРУ-ға Аль-Каиданың операциялық қолбасшысы болған Халид Шейх Мұхаммедтің Америкаға жасаған шабуылдарды жоспарлаған туралы ақпарат берді. 83 рет сумен және де басқа да азаптаудан кейін. Бір жылдан кейін Халид Шейх Мұхаммедтің өзі де тұтқындалады. Ал Кахтани 2001 жылдың шілде айында шабуылдарға дайындық барысында Халид Шейх Мұхаммедтің оны ЦРУ бұрын білмеген адаммен Әбу Ахмад Әл-Куайтимен таныстырғанын айтты. Әл-Куайти Кахтаниге операциялық қауіпсіздік ережелерін үйреткен. Осының барлығы тергеушілерге Аль-Каиданың құрылымын жақсырақ түсінуге көмектесті. Ұйымда төменгі деңгейдегі дайындалған орындаушылар, жоспарлау мен басқаруға жауап беретін басшылық қабаты және ең жоғарғы көшбасшы ретінде бен Ладен болғаны анықталды. Алайда олар әлі де бен Ладеннің қайда жасырынғанын білмеді.
ЦРУ оның кімдермен тығыз байланыста болғанын және жасырынған жерінен қалай байланыс орнатқанын түсіну үшін адамдар арасындағы байланыстарды картаға түсіріп жатты. Бен Ладеннің жеке желісі, яғни оның отбасы мүшелері де бақылауға алынды. Алайда анықталған туыстарының ешқайсысымен Бен Ладеннің байланысы табылмады. ЦРУ нақты білетін нәрсе, Бен Ладен хабарламалар жіберуді жалғастырып жатқан еді. Келесі жылдары жаңа аудиожазбалар пайда болды және оның Аль-Каида басшылығының мүшелерімен байланыста екені белгілі болды. Сондықтан ЦРУ-дың стратегиясы ақпарат тасымалдаушылар желісін анықтауға бағытталды, яғни хабарламаларды жеткізетін адамдарды табу қажет еді. 2004 жылдың қаңтар айының ортасында күрд қауіпсіздік күштері Хасан Гүл есімді адамды тұтқындады. Оның жанынан Бен Ладенге арналған хат табылды. Хасан америкалықтарға тапсырылып тергеуге алынды. Тергеу барысында ол аса маңызды ақпарат берді. Бұл ақпарат Бен Ладенді табуда шешуші рөл атқаратын адамның ЦРУ назарында бұрыннан жүргенін көрсетті. Хасан Гүлдің айтуынша, Әбу Ахмад Әл-Куайти мен Ладеннің жеке курьері болған. Тергеудің назары Әл-Куайтиге ауысқан кезде, оның Аль-Каидадағы рөлі туралы бір-біріне қайшы мәліметтер түсе бастады. Хасан Гүл Әл-Куайти ұйымда маңызды рөл атқарғанын және оның Халид Шейх Мұхаммедпен де, оның мұрагері Әбу Фараж Әл-Либимен де жақсы таныс болғанын айтты. Ал Халид Шейх Мұхаммед керісінше Әл-Куайтидің маңызды рөлі болмағанын және оның әлдеқашан ұйымнан кеткенін әрі белсенді қызмет атқармайтынын мәлімдеді. 2005 жылдың мамыр айында Әбу Фараж Әл-Либи де Пәкістанда тұтқындалды. Ол да Әл-Куайтидің ұйымдағы ықпалды рөлін үзілді-кесілді жоққа шығарды. Тергеушілер сондай-ақ Хамбали лақабатымен белгілі адамнан жауап алды. Ол Аль-Каиданың оңтүстік-шығыс Азиясындағы филиалының бұрынғы жетекшісі болатын. Хамбалидің айтуынша, Әл-Куайти шынымен де маңызды рөл атқарған. Себебі Талибан Ауғанстаннан шегінген кезде Карачидегі қауіпсіздік баспаналардың бірін дәл сол басқарған. Қалай болғанда да, Әл-Куайтидің рөліне қатысты көптеген қарама-қайшы мәлімдемелер оны тергеушілер үшін одан әрі қызықты кейіпкерге айналдырады. Мәселе оның аты жөнінен басқа деректердің өте аз болуында еді. Тіпті бұл есімнің өзі нақты адамды анықтауға мүмкіндік бермейтін. Өйткені бұл оның шын аты емес. Кувейттен шыққан Ахмадтың әкесі деген мағынаны білдіретін бүркенішті ат болатын. Тұтқындарды тергеу арқылы маңызды ақпараттар алынғанымен қолданылған әдістер үлкен дау туғызды. 2014 жылы ақш Сенатының барлау комитеті жариялаған есепте жекелеген тергеулер зерттеліп, бұл әдістердің тиімсіз болғаны және Бен Ладен туралы маңызды ақпарат алуға көмектеспеген туралы қорытынды жасалды. Бұдан бөлек ЦРУ-дың заң үстемдігін елемей әрекет еткендей көрінуі елдің ұлттық қауіпсіздігіне өзі зиян келтірмей ме деген сұрақ та бар. Бұл осы видеода қарастырылатын тақырыптан әлдеқайда ауқымды пікірталас. Бірақ тергеушілер тағы да тығырыққа тірелген кезде келесі маңызды ақпарат олардың өз зерттеулерінен келмейді. 2007 жылы ЦРУ өздері іздеп жүрген мәліметті алды. Әл-Куайтидің шынайы тұлғасы анықталды. Бұл ақпарат олардың жеке зерттеулерінен емес, аты жарияланбаған шетелдік барлау қызметінен келген еді. Алынған мәліметтерге сәйкес, Әл-Куайтидің шын есімі Ибрахим Саид Ахмед болған. Ол пәкістандық азамат еді. Оның отбасы кейінірек қана Кувейтке көшкен. Алайда олар бұл есімді анықтау үшін 2 жыл күткен болса, оның нақты орналасқан жерін табу үшін тағы бірнеше жыл қажет болды. 2010 жылдың маусымында Әл-Куайти мен оның ағасы ұялы телефондарды пайдалану тәсілін өзгертті. Дәл осы жағдай олардың орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік берді. NSA барлау қызметі үшінші елден Әл-Куайтимен байланысты болуы мүмкін деген күдікпен бірнеше телефон номерін алған болатын. Енді бұл номерлер тыңдала бастады. Тыңдалған сансыз әңгімелердің арасынан бір адам ерекше көзге түсті. Себебі ол Әл-Куайтидің сипаттамасына сәйкес келетін. Ол араб және пушту тілдерін араластырып сөйлейтін. Пушту Пәкістанның солтүстік батысында кең таралған тіл. Парсы шығанағындағы танысымен сөйлескен кезде одан қайда жүргенін сұрайды. Бірақ ол бұл сұрақтан жалтарып, жұмбақ түрде "Мен бұрын бірге болған адамдармен біргемін" деп жауап береді. Сонымен қатар тергеушілер бұл адамның өзін бақылаудан қорғау үшін ерекше сақтық шараларын қолданатынын байқады. Оның ұялы телефоны көп уақыт бойы өшірулі болатын. Тергеушілердің пайымдауынша, ол телефон батареясын тек Пешавар қаласының маңында жүрген кезде ғана салатын. 2010 жылдың тамызында Пәкістандағы ЦРУ агенті оны Пешаварда көлігінің ішінде анықтай алды. Сол жерден бастап Әл-Куайти жасырын түрде үйіне дейін аңдылды. Оның үлкен үйі тергеушілерді таңғалдырды. Бастапқыда агенттер Әл-Куайти анықталғаннан кейін оны Бен Ладеннің жасырынған жеріне апаратын із ретінде бақылап жүреміз деп ойлаған. Бірақ ол тұратын алып кешенді көргенде тергеушілер олардың іздеген жеріне әлдеқашан жеткен болуы мүмкін деген ойға келді. Яғни Әл-Куайти Усама Бен Ладенмен бір шаңырақ астында тұрып жатқан болуы мүмкін еді. Сол кезде Вашингтон бұған толық сенімді болмаса да, Бен Ладеннің орналасқан жері анықталған еді. Президент Барак Обама өз басымен тәуекел етіп операцияға рұқсатын берді. 11 қыркүйек шабуылдарынан бері ең жоғары басымдыққа ие болған іздеу операциясы соңғы кезеңіне өтті. Ендігі міндет барлау қызметкерлерінің емес, арнайы жасақ бөлімшелерінің қолына көшті.
ал олар бұл кешенге шабуыл жасағанда өздерін не күтіп тұрғанын толық білмейтін. 2011 жылдың 1 мамырында жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 11-де құпия стелс технологиясымен жабдықталған екі қара бүркіттік ұшағы Жалал-Абад әуе базасынан көтеріліп Бен Ладеннің кешеніне қарай ұшты. Операцияны қиындатқан тағы бір жайт, ақш үкіметі Пәкістанға бұл операция туралы хабарлама туралы шешім қабылдаған болатын. Сондықтан морские котики жауынгерлері көзге түспеуге тиіс еді. Бұл әсіресе қиын міндет болатын, өйткені Бен Ладеннің кешені Пәкістан әскери академиясының дәл жанында орналасқан еді. Бұл рейдтің қалай өткендігі шынымен де өте қызықты оқиға. Олар қабырғалар мен есіктерді жарып, үйге баса көктеп кірді. Бірінші мен екінші этажды тазалап болып, теңіз мысықтары үшінші этажға көтеріледі. Сол жерде олар Усама Бен Ладенмен кездеседі. Ол қарусыз болды және киіміне тігіліп жасырылған 500 евро мен 2 телефон номерін табады. Осылай бүкіл әлем іздеген лаңкес өлтірілді. ақш ресми тұлғаларының айтуынша, ол теңізге жерленді. Себебі ешбір ел оның мәйітін қабылдамады. Жалпы Усама Бен Ладен деген адамның өмірі шынымен де қызықты. Мысалы, сіз оның Оксфордта оқығанын және Сауд Арабиясындағы ең бай адамдарының бірінің баласы болғанын білесіз бе? Егер де осы адам туралы, лаңкестікке қалай келген туралы толық видео күтсеңіздер, комментке жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.